Экстремизм дегеніміз не? Сіз бүгінгі таңда жер жаһанды қатты экстремизм, радикализм, терроризм деген адам құлағына түрпідей тиетін атауларды жиі естіп жүрсіз. Ал бірақ оның байыбына барып көрдіңіз бе? Расында бейбіт қоғам мен мемлекет іргетасын шайқалтуға тырысатын мұндай жат пиғылды ағымдар туралы сіз ойлануға қорқасыз. Оның мән маңызына тоқталып, діни және құқықтық тұрғыдан ізденудің орнына бастан құлақ садаға дегендей басыңызды ала қашасыз. Ойланыңыз, өйткені оның салдарынан теріс ағымның жетегінде кеткенін білмейтін, ұлттық табиғатына қарсы шыққанын сезінбейтін, жалпы мемлекеттік қағидаттарды ұғынбайтын, жалпы адамзаттық игіліктерді мойындамайтын, беде ойлы, алқа қотан әрі оқшау азаматтар мен топтар пайда болып, ондайлар қоғамның берекесін қашыра бастағанын байқамайды. Есте сақтаңыз, экстремизм деген шеттеу, орталықтан ауытқу, белгіленген жерден тыс кету деген мағынаны білдіреді. Яғни қоғамдық және жалпы тәртіпті мойындамайтын, өзін білермендікпен ғана іс-әрекет жасаушы деген сөз. Экстремизмнің пайда болу себебі адамның надандыққа, көрсеғызарлыққа бейімделген көзқарасынан пайда болады. Тек менің ғана пікірім болуы керек деген ұстанымға ие. Бұл экстремизмнің алғашқы белгісі болып саналады. Экстремизмнің тағы бір көрінісі айналасындағыларды көре алмау, түсінбеу немесе түсінгісі келмейтін адамдардан шығады. Лаңкесшілер дұрыс бағытқа жол көрсететін адамдардың кеңесіне мүлдем құлақ аспайды. Экстремизмнің құрбандары өздерін ең таза кіршіксіз деп санап, басқаның барлығын адасушыларға жатқызады. Жөн білетін азаматтарды мойындамайды. Осының салдары әлемде түрлі келеңсіздіктер мен қантөгістерді туындатып жатқанын түсінуіңіз керек. Сөз соңы, түсініңіз, экстремизм деген қылмыс. Қоғамның бейбіт тірлігі мен берекесін кетіретін экстремизмді ешқашан ақтауға болмайды.